Сәлем, мен коуч Тори. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз мамандық таңдау. Бұл болашаққа байланысты болатын өте маңызды және жауапты қадам. Сондықтан шешім қабылдамас бұрын қай салада жұмыс жасағың келетінін шешуің керек. Ол үшін материалды ғана емес, моральдық қанағаттандыру үшін де дұрыс мамандық қалай таңдауға болатынын білуге тырысайық. Мамандық таңдауда мектеп маңызды рөл атқарады. Биология, химия, физика сияқты мектеп пәндері сендерді жансыз және тірі табиғат әлеміне, ал тарих, тілдер мен әдебиет, қарым-қатынас және әлеуметтік құбылыстар әлеміне, математика, сандық қатынастар мен кеңістіктік формалар әлеміне енгізеді. Бірақ әр қайсыңның алдында тағы бір белгісіз әлем бар. Бұл мамандықтар әлемі. Сонымен қатар, әр мамандық бұл бүкіл әлем қызықты және таңғажайып. Адамның әлеуметтік құндылығы, оның адамдар арасындағы орны, жұмысқа қанағаттануы, физикалық және нейропсихикалық денсаулығы, қуанышы және бақыты, кәсіби жолдың қаншалықты дұрыс таңдалғанына байланысты. Дұрыс шешім қабылдау үшін мамандық таңдауға әсер ететін негізгі факторларды ескеру маңызды. Ата-аналар мен достардың, мұғалімдердің пікірі, материалдық жағдай және жеке ерекшеліктер, денсаулық жағдайы, сенің жеке мүмкіндіктерің, осының бәрі сенің қандай мамандық таңдайтындығыңа әсер етеді. Ұсыныстар қаншалықты көп болса, таңдау жасау соғұрлым қиын болады. Дұрыс таңдау жасау үшін мына қарапайым кеңестерді орында. Болашақ мамандығыңнан не қалайтыныңды ескер. Кім болғың келетінін, не істегің келетінін, қай жерде өмір сүретініңді, неге қол жеткізгің келетінін, қандай қызмет саласында жұмыс жасау қызықты болатынын, қандай өмір салтын ұстанғың келетінін, жоғары жалақының қаншалықты маңызды екенін және одан да басқа нәрселердің барлығын анықтап ал. Өз бейімділіктерің, қабілеттерің, қызығушылықтарың мен тілектеріңді ескер. Қызығушылық дегеніміз зат немесе құбылыс туралы білуге, оны зерттеуге деген ұмтылыс. Ал бейімділік дегеніміз белгілі бір қызметпен айналысуға деген ұмтылыс. Қызығушылықтар мен бейімділіктер сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі де мүмкін. Олар бір немесе бірнеше көптеген қызмет түрлеріне бағытталуы мүмкін. Қызығушылық адамды білімді игеруге итермелейді. Ой өрісін кеңейтеді, мамандықты игеру жолындағы кедергілерді жеңуге көмектеседі. Кәсіби қызметте жетістікке жету үшін өзіңе ұнайтын іс-әрекет түріне қабілеттіліктің болуы қажет екенін де ескерген жөн. Ал қабілеттеріміз деген кез келген іс-әрекетті жүзеге асырудың сәттілігін, осы әрекетті игеру мен оның жеңілдігін қамтамасыз ететін адамның жеке ерекшеліктері. Өз қабілеттерін білмеу және олардың мамандық талаптарымен байланыстыра алмау негізсіз таңдауға әкелуі мүмкін. Егер сенің қызығушылықтарың, бейімділіктерің және қабілеттеріңді анықтауда қиындықтар болса, көңіліңді түсірме. Оларды анықтауға тырыс. Егер сен өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысып, бақытты болғың келсе, өзіңнің қалауың мен хоббиің туралы өте жақсы білуің керек. Өзіңнің өмірлік жоспарларыңды мүмкіндігінше ертерек шешіп алу керек. Өйткені өмір бойы жек көретін мамандықпен айналыса алмайсың ғой. Көптеген хоббилер мен қызығушылықтар еңбек нарығындағы ұсыныстармен байланысты. Мысалы, компьютерлік ойындар ойнағанды ұнататын болсаң, компьютер ойындарының дизайнері немесе бағдарламашысы бола аласың. Егер сурет салуды немесе өнерді ұнатсаң, дизайнер немесе сәулетші мамандығын игере аласың. Егер спортпен шұғылдануды ұнатсаң, коучинг туралы білімді қарастыр. Егер химияға әуес болсаң, болашақта фармацевт бола аласың. Аспаз немесе кондитерлік тамақтар сияқты басқа дағдыларды да оңай кәсіпке айналдыруға болады. Егер өз жетістіктеріңе сенімді болмасаң, басқалардан бұл туралы сұра. Кейде бізге өмірдің жетістікке жететін салаларын көру қиынға соғады. Егер жақсы жұмыс істейтіндігіңе сенімді болмасаң, ата-анаңнан, басқа отбасы мүшелерінен, достарың мен мұғалімдеріңнен сұра. Олардың жауаптары сені таңғалдыруы
және сен ешқашан ойламаған параметрлерге итермелеуі мүмкін. Кәсіби бағдар беру тестінен өт. Кәсіби бағдар беру тестілері бұл сенің болашақ мамандығыңды таңдауға көмектесетін өте пайдалы құрал. Олар бейімділіктеріңді, қабілеттерің мен қызығушылықтарыңды объективті бағалауға көмектеседі. Бұл жеке ерекшеліктеріңді ескере отырып, соған ең қолайлы болатын мамандықты таңдауға көмектеседі. Кәсіби бағдар беру тестілері кез келген танымал психологиялық тестілер жинағында бар. Сонымен қатар олар интернеттен де табуға болады. Көптігі соншалықты. Сен оларды өз бетіңше үйден тапсыра аласың. Бірақ мұны мансап кеңесшісімен кеңесу кезінде жасағаның дұрыс. Ол алынған нәтижелер негізінде ең дұрыс қорытынды жасауға көмектеседі. Өз денсаулық жағдайыңды қарастыр. Денсаулыққа байланысты қарсы болатын мамандықты таңдамау үшін дәрігермен кеңесуді ұмытпа. Белгілі бір физикалық ерекшеліктер мен денсаулық жағдайларын білмеу немесе бағаламау мамандық таңдау кезіндегі жалған нұсқаулықтардың бірі болып табылады. Қазіргі уақытта белгілі бір мамандық алуға көптеген қарсы көрсеткіштер бар. Денсаулығыңды нашарлататын жұмыс туралы армандау ақылға қонымсыз. Кейбір жағдайларда денсаулықты сақтаудың кейбір ерекшеліктері жұмысқа орналасу кезінде шешілмейтін кедергіге айналуы мүмкін. Мысалы, науқас жүрекпен ұшқыштарға жол жабық. Аллергия мен ауыратындар үшін химик немесе шаштараз мамандығы қарсы. Сондықтан денсаулық жағдайының барлық ерекшеліктерін және белгілі бір қызмет салаларының қарсы көрсетілімдерін білу қажет. Профессиограммаларды егжей-тегжейлі зертте. Әр мамандықтың артықшылығы да, кемшілігі де бар. Сен мамандық атауының артындағы жағдайларға, жұмыс тақырыбына, қызметтің түрі мен сипатына қатысты әртүрлі факторлар мен сипаттамалардың бар екенін ескеруің керек. Сондықтан оны сыртқы тартымды мамандық жағынан ғана емес, оның көлеңкесін теріс жағында бақыла. Қате таңдау мүмкіндігін болдырмау үшін өзіңе ұнайтын болашақ мамандықтың нұсқауларын егжей-тегжейлі зерттеуі қажет. Сенің болашақ мамандығын түсіну бір жола профессиограммаларды оқып үйренуің керек. Профессиограмма дегеніміз белгілі бір кәсіпті сипаттайтын, осы кәсіпке немесе мамандық бойынша жұмыскерге қойылатын нормалар мен талаптардың тізбесін қамтитын белгілер жүйесінің сипаттамасы. Профессиограммаларда бұл кәсіпті игеру үшін қажетті білім түрі, кәсіби және жеке қасиеттерге қойылатын талаптар, медициналық қарсат көрсеткіштер, еңбек жағдайлары, сондай-ақ жалақының шамамен деңгейі көрсетілген. Адамның өзіне ұнайтын іспен айналысуға мүмкіндік бере отырып, оның жеке қасиеттеріне сәйкес лайықты мамандық табу керек. Еңбек нарығын талда. Қазіргі уақытта қандай мамандықтар сұранысқа ие және жұмыс берушілер арасында сұранысқа ие екендігі туралы мүмкіндігінше көбірек ақпарат жина. Сен оқуды бітіргеннен кейін 5 жылдан соң қандай бос орындарға сұраныс өсетінін біл. Олардың ішінен өзіңе сәйкес келетін бірнеше нұсқаны таңда. Бұл жағдайда ең жақсы көмекші интернеттен табуға болатын бұқаралық ақпарат құралдары, жұмыс сайттары, сондай-ақ әлеуметтанушылардың болжамдары болады. Өз қаржылық жағдайыңды талда. Мамандықты игеру сенің қаржылық жағдайыңа да байланысты болуы мүмкін. Ақылы бөлімде оқи аласың ба? Соны ойлан. Бұл мәселені отбасылық кеңесте талқыла. Сонымен қатар, кейбір мамандықтар үшін арнайы білім немесе студенттер өз қаражатына сатып алу керек арнайы құралдарды пайдалану қажет. Сондай-ақ, оқу шығындары өзің үшін ауыр салмақ болып қалмас үшін материалдық мүмкіндіктерді ескеру қажет. Кеңестерді тыңда, бірақ өз таңдауыңды жаса. Көбінесе ата-аналар мен достар болашақ мамандықты таңдауға әсер етеді. Олардың нақты ұсыныстары бойынша мамандық таңдауға болмайды. Олардың пікірін ғана тыңдай аласың. Бірақ мамандық таңдау бұл сенің жеке ісің. Және сенің өміріңді ешкім сен үшін сүрмейді. Әрине, бір отбасында бірнеше ұрпақ бір салада ойдағыдай жұмыс істейтін кездер болады. Бірақ егер адамның белгілі бір мамандыққа бейімділігі мен қабілеті болмаса, онда ол ешқашан жоғары білікті маманға айналмайды. Өз таңдауыңды шектеме.
барлық пікірлерді сырттан ал, бірақ іздеу ауқымын кеңейту үшін ғана. Содан кейін естіген нәрсең туралы жеке ой елегінен өткіз. Болашақ қаржылық тұрақтылықты талда. Еңбек нарығы айтарлықтай тұрақсыз, өйткені қоғам қажеттіліктері әрдайым өзгеріп отырады. Алайда, белгілі бір мамандықтарға сұраныс тұрақты, немесе керісінше тұрақсыз. Сен таңдаған мамандықта тұрақты болашақ қалай қамтамасыз ете алатындығыңды білу керек. Ақыр соңында кәсіби жолды таңдаудың маңызды аспектілерінің бірі қаржылық тұрақтылықтың лайықты деңгейін қамтамасыз ету болып табылады. Басқаша айтқанда, сен өзіңді және отбасыңды асырауға жеткілікті ақша табуың керек. Саған көп нәрсе жасаудың қажеті жоқ екенін ұмытпа. Сенің материалдық жағдайың өз мақсатыңа жетуге көмектесуі маңызды. Сені қызықтыратын мамандықтар бойынша жұмыс жасайтын адамдармен сөйлес. Өзіңді қызықтыратын мамандықтар туралы көбірек білген сайын, осы немесе басқа кәсіби таңдаудың барлық салдарын алдын ала білгеніңе сенімді бола аласың. Сондықтан туыстарыңнан, мұғалімдерден, мектеп психологынан, сен кездестірген түрлі мамандық өкілдерінен қызықтыратын мамандықтар туралы сұраудан тартынба. Олар қызмет саласына қатысты құнды ақпараттармен бөлісе алады. Өзіңе ғана ұнаған мамандықтың артықшылықтары мен қиындықтары туралы айта алады. Өзіңе ұнайтын мамандықтарды оқытатын оқу орындарын табу да пайдалы болады. Ашық есік күндеріне міндетті түрде қатыс. Бұл іс-шаралар оқытудың ерекшеліктеріне қатысты маңызды ақпараттар ала аласың. Өз кәсіби қасиеттеріңді бағала. Өз ресурстарыңды, қабілеттеріңді, мүмкіндіктеріңді және таңдалған мамандық талаптарын салыстыр. Ең дұрысы, әрине олар бірдей болған жағдайда. Шығармашылық мамандықтарға байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Егер мансабыңды өз талантыңа сүйене отырып құруды армандайтын болсаң, өз мүмкіндіктерің мен болашағыңды ақылға қонымды түрде бағала. Тұрақты шығармашылық жұмыс үшін күш пен шабыт жеткілікті ме? Жоқ па деп ойлан. Өз мүмкіндіктеріңді қалай жүзеге асыратындығыңды, қандай нақты кәсіби міндеттерді орындай алатыныңды талда. Қалған нұсқаулардың әрқайсысы әртүрлі критерийлер бойынша бағаланады. Әр мамандықтың қысқаша мазмұнын жаса. Кәсіби қызметпен ләззат алудың, жұмыстың рентабелдігін, мансаптық мүмкіндіктерді, шығармашылық әлеуетті іске асыру мүмкіндіктерін, қабілеттеріңе және білім деңгейіңе сәйкестікті, қызығушылықты, тұрақтылықты, қауіпсіздік сезімін және тағы да басқаны анықтай отырып, 10 балдық шкала бойынша анықта. Критерийлер тізімін өзің жасай аласың. Болашақ мамандығыңда сен үшін не маңызды екенін көрсете аласың. Ең бастысы, бұл критерийлерді адал бағалау. Нәтижесінде максималды ұпай жинаған нұсқаны табасың. Міне сол сен үшін ең қолайлысы болады. Дұрыс таңдау жасау дегеніміз адамның мүмкіндіктерін, қабілеттерін, денсаулық жағдайын, білім мен дағдыларының деңгейін ескере отырып, қызықты әрі тартымды, қолжетімді және іске асыруға болатын мамандықты табу. Сондықтан, мамандық таңдауда ең бастысы бейімділікті, қабілеттер мен қызығушылықтарды, сондай-ақ еңбек нарығында таңдалған мамандыққа деген сұранысты ескеру. Қанағаттану мен қуаныш сезімдері дұрыс шешімнің критерийі болып табылады. Дұрыс шешімнің көрінісі болып табылады. Бұл жағдайда жұмыс сенің сүйікті ісіңе айналады және моральдық қана емес, материалдық қанағат әкеледі. Сенің таңдауың амбициялы болсын, оның кемшіліктері болсын, бірақ егер сен сол арқылы өз арманыңа жете алсаң, онда жарты жолдан тоқтама. Әрдайым есіңде болсын, соңғы шешімді жасайтын сенсің. Көптеген кеңесшілер емес. Саған өзіңнің кәсібіңді анықтаудың қиын жолында сәттілік тілейміз. Өзіңді таны және мықты қабілеттеріңді тиімді пайдалан. Осымен тамам. Сау саламат.